Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен дәл қазір кесу жұмыстарын жасап жатырмын алма ағаштарына. Мына жерде кішкентай кезінде, көшет кезінде қателіктерін айтып өтетін болсам, міне қандай ағаштардың бұтақтарын кесіп жатырмын. Мына түбін кесе алмай жатырмын. Мына түбінді алып тастау керек, кішкене тағы бір 5-6 сантиметр. Мына жерде дәл солай. Көрдіңіздер қандай ағашын кесіп жатырмын. Мынау ғана кішкене формасы дұрыстау болып тұр. Бұл ағаштарды мен былтыр кескен біразын. 2 жыл кесіп жатырмын. Сол кезде бір жыл алды кескен кезде биылғы осыны жұмыстарды қалдырған болатынбыз. Өйткені бір жылда жас көшет болса 50%-ын кесуге болады. Одан кейін жас өскен сайын қысқара береді. Мына жерде міне кішкентай кезіне қараңыздар, мына 3 айыр болып кеткен. Кішкентай кезінде көшет кезінде қадағаланы отырғыза салған. Енді қараңыздар қандай зиян алып келіп тұрды енді. Үлкен кез бәрі кесуге тура келді. Енді мына қалдырдым. Формасы алыстан былай болды міне. Қайтып жасарттық. Ал мына жерде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Мынаның тамыр зақымданып, мынау былтыр өліп қалыпты. Сосын мына жерде көбінесе не бар? Суағар. Көбінесе суағар қалай болып жатыр. Егер де сіздерде осыны былтырда бір ағаш болды, менде пихта самырсын болды. Оны өте үлкен ағаш, әдейі болып тұр, бірақ өліп қалған. Ол да дәл сондай несі. Өрді құрылыс болған, мынау сияқты суағар бар. Дәл сөңтігіне құйыла берген. Ал ол жерде тамыры физиологиялық жөлдегі ұшырап өліп қалған. Міне сосын сіздерге көрсететін тағы да бір нәрсе. Мен былтыр мына жерді кескенмін. Мына жерді көрген болсаңыздар, міне. Көрдіңіздер ме? Көскен екен қайда береді міне. Мен әдейі жоғары қарап өсетінге қалдырғам кішкене. Міне жоғары қарап бір жылдық. Қараңыздар қанша сантиметр өткен. 80 сантиметр дейін өсіпті. Сосын міне әдемілеп кесілген жер міне осылай жазыла бастайды. Міне бір жыл көрдіңіздер қандай? Келер жылы мына жер жабылып қалады құдай қаласа. Міне қандай бұрыштан кескен міне. Жоғарыға кетіп баратын кескен ғой. Жанына қарап жібергенбіз. Бұл да әдемі кесудің жақсы нәтижесі.